Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Hürmet cemaat, barcаңызға қадірлі құтты болсын, баршамызға Аллахқа дуа тілектерімізді оқып шыққан қадір Құрандарымыз қабыл етсін. Пайғамбарымыз алейхиссалам хадисінде айтады, қашан қиямет қайым болса, Аллах Тағала Құран жаттаған қари айтады деген. Хадисте келеді бұл нәрсе. Қари дейді екен, оқы дейді екен. Бұл фәни дүниеде қалай тамылжытып әдемілеп оқысаң, қирааттап оқысаң, тура сол оқы дейді екен, орын еді ақиретте. Оқыда көтеріп кете бер дейді екен. Ең соң аят қай жерде тоқтайсың, жәннатта сол жерде сен дәрежең болады дейді екен. Сөйтіп Құран жаттаған қари оқиды екен әдемілеп. Оқып көтеріп кете береді екен. Сөйтіп жәннатта ең жерде қай жерде ең соң аяты болады, сол жерде жәннаттың сол жерде мәртебелі орны болады, сол жерде тоқтайды екен. Мына жәннатта 100 дәреже болады екен. 100 дәреже, 100 саты болады екен да. Құран жаттаған қари ең жоғарысы көтеріп кетеді ғой. Соны Құран жаттаған қарилар. Мұны айтады, шариғат айтады, дінде айтады. Адам қайтыс болғаннан кейін жерге көмеді ғой. Пайғамбарлар қайтыс болғаннан кейін жерге көмеді ғой. Көмгеннен кейін пайғамбарлардың денесін жер шыртамайды деген. Өйткені Аллах Тағала пайғамбарлардың денесін шіртуге жерге тыйым салып қойған деген, харам қылған деген. Яғни шыртамайды деген, шамасы келмейді деген. Сол сияқты кімдер денесі шірмейді? Шахидтер денесі шірмейді. Шахид дегеніміз кім? Дін жолында соғыста қайтыс болған кісінің шахидті бар еді. Ол шахидтердің мынау неде айтады, мынау не дейді? Олар жумайды екен даже. Жумайды, мынау үстіндегі сауыт соймадан ауыр киімдерін шешеді дегенде қанымен апарып жаназа оқып көмеді екен шахидтер сондай. Ол шахидтер жерге көмген дене шірмейді екен. Сол сияқты Құран жаттаған қарилардың да денесі шірмейді екен. Құран жаттап Құранға амал қылатын болса, қарилардың денесі шірмейді екен. Өмірде болған нәрсе, Түркияда мысалы өткен видеоны көрдік. Жап-жас 15 жасар қыз қайтыс болған қари қыз. Көмгеннен кейін жаңағы 2 жыл бойы әкесінің түсіне кірген ғой. Әке осындай, мен мына жерде жата алмай жатырмын. Қасымдағы адамдар азапталып жатыр, соның даусында жата алмай жатырмын. Мен алып тастап қойыңызшы деп түсіне кіреді. 2 жыл бойы кіреді түсіне. Болмағаннан кейін әкесі барып діни басқармадан сұрайды ғой. Түркияның діни басқармасынан. Түркияның діни басқармасынан сұрайды. Сөйтсе болады, рұқсат дейді. Қазып алып бас жақаға барып қойыңыз болады дейді. Сонда барып қазып, кәдімгі видео түсіріп жатыр. Кәдімгі түсіріп ашқан кезде кәдімгі көрсетті қызды. Кәдімгі көзі ашып жатыр. Ешқандай 2 жыл болған. 2 жыл бір жер бұзылмаған ғой жаңағы. Көзі сол ашып тұр, кәдімгі тірі адам ұйықтап жатқан адам сияқты. Ұйықтап жатыр. Қары сол, Құран жаттаған қары. 15 жасар қыз. Сондай өмірде дәлелденіп отыр оның. Кәдімгі Аллахқа көрсетіп отыр, мұғжизасын керемет көрсетіп отыр. Шірмеген жаңағы қыз ешқандай. Сонда жаңағы қасында адамды азапталады екен, соны шыңғырған даусын ана қыз шыдай алмай, түсіне әкетіп кіре береді ғой. Ақыры апарып бас жаға қойған. Сондай өмірде болған нәрсе. Шахидтер денесі, пайғамбарлардың денесі шірмейді, шахидтер денесі шірмейді, қарилардың денесі шірмейді. Одан кейін тақуа діндар, алым улама, әулие кісілер денесі шірмейді сондай. Мына Құран жаттаған, неде айтады пайғамбарлар хадистерде. Кімде-кім Құран жаттап, оған амал қылатын болса, қиямет қайым күні ол Құран жаттаған қаридің әкесіне, ата-анасына тәж кигізеді дейді. Ол тәждің жарықтығы бұл дүниедегі күннің нұрынан жарық дейді. Сондай ата-анасы құрметтеген, соншалық жаңағы ата-анасы құрметтеп, сондай құрметке лайық болады баласын оқытқан үшін. Сондықтан құрмет жаман, балдарымыз оқытайық, немерелеріміз оқытайық. Қари болмаса да, қари болса тіпті жақсы. Қари болмаған күнде Құран сауатын ашса, соңыз үлкен сауап. Құран жаттаған, Құран оқыған баланың әрбіріне ата-анасына, анасына, әкесіне, ұстазына, бәріне күнәсі өшіріліп, сауап жазылады. Пайғамбарымыз хадисте айтқан: "Ана ла aqulu alif lam mim harfun, bal aqulu alif lam harfun wa lam harfun wa mim harfun." дейді. Мен 3 әріпті, алиф, лам, мим, 3 әріпті, бір әріп деп айтпаймын дейді. Керісінше алифті бір әріп, ламды бір әріп, мимді бір әріп деп айтамын. Яғни кімде Құранды тәжвидпен оқитын болса, тәжвид дегеніміз не? Тәжвид дегеніміз Құран оқу ережесі. Құран оқу ережесі соны меңгеріп, Құранды тәжвидпен оқитын болса, өзінің ережесін оқитын болса, бір әрбіне 10 сауап болады деген. Ол ең кемі тағы ол. Ықыласымен оқыса, одан да көбейтіп жібереді, 700-ге көбейтіп жібереді. Құранда сондай айтып бар, Аллах Тағала бір істеген жақсы амалды бір неге теңейді, дәнге теңейді, дән. Ve дән шығады да одан 100 сабақ шығады. 7 сабаққа шығады. 7 сабақ шығады. Бір мынандай масақ шығады, одан 7 сабақ шығады. 7 сабақ әрқайсысында 100 дәннен. Сонда қараңыз, бір дәнді 700-ге көбейтіп отыр да. Яғни бір сауапты Аллахтың өз құдіретімен, кеңшілігімен 700-ге көбейтіп жібереді. 10-нан бастайды. Ең аз 10, 10-нан бастап 700-ге көбейтіп жібереді. Сонда қараңыз, бір Құран бір әрпіне 10 сауапты алған өзінде Құранда миллион әріп бар. Сонда миллион әріп алады, сауап болады екен жаңағы. Ата-анасы, өзі, ұстаз, бәрі сауап жазылады екен. Күнәсі кешіріледі, сауап жазылады екен сондай.
тағы Құранды жаттаған қариға қызмет істеген адам мысалы Құран жаттаған адам жаңағы қызмет істеп апарып әкеліп мешітке апарып әкеліп жаңағы жағдайын жасап ас суын дайындап дәрет суын дайындаса солай сауап болады. Қызмет істеген ана дін жолында қызмет адамға қызмет істеген адам өзіне сол құрметтесе соның ұрпағынан діндар адам шығады деген ғой. Кітапта айтып қойған анда. Таалим муталим деген кітап бар бізде. Таалим муталим ва тариқут таалим деген кітап бар. Ілім алу үшін ілім алу жолы деген кітап бар. Ілім алу үшін ілім алу және ілім алу жолы деген кітап бар. Сол айтады. Кімде-кім баласының алым болуын, қари болуын қаласа дейді. Бір алым кісіні, қари кісіні үйіне шақырсын дейді. Үйге қонақ күтсін дейді. Оның батасын алсын дейді. Қараңыздар. Сөйтіп алымдарды, қариларды құрметтей беретін болса, батасын ала беретін болса, иншаллаху тағала сол кісінің әулетінен әйтеуір баласына ма немересін әйтеуір сол әйтеуір ұрпағынан бір алым қари шығады екен. Кітап менің сөзім емес, бұл кітаптың сөзі. Кітапта сөз айтып жатыр. Мен ешқашан ойымнан еш айтпаймын мен. Не айтамын? Құраннан, хадистен, фиқтан, мынау діни кітаптан айтамын. Ешқашан ойымнан еш айтпаймын. Егер айтатын болса, мен ақырет жауап беремін. Бәрі кітаптың сөзі, менің сөзім емес ол. Мына құрметті жамал сондай екен. Бұл дін мәселесі өте мынау неде бұл өте бұл дінге қызмет істеген ойларда сауапсыз қалмайды. Не қандай қызмет істейсің? Осы мешіт қандай қызмет істейсің? Мешіт сыпырып бересіз, ауласын сыпырып бересіз, тазалап бересіз, туалет тазалап бересіз, несін жөндеп бересіз. Бәрі ойлар дінге қызмет істейсіз бе? Аллах тағала риза үшін болған ниет. Аллах тағала риза үшін істесеңіз, ол сауабыңыз амал бересіз сондай. Өте бұл дін мәселесі сондай кең нәрсе да бұл. Аллах тағала бәрінің өзінің ниетіне қарай, қызметіне қарай сауабын бере береді. Ол несіне қарамайды, аз көбіне қарамайды. Шын ықылас болса болды. Пайғамбарымыз айтады: "Иттақун нара уалау бишиққати тамратын." Қараңыздар мына. Кішкентай нәрсе. Жарты құрма. Қараңыздар, жарты құрма. Жағыңызды тойсыз ба мысалы, жарты тоймайсыз. Пайғамбарымыз айтып отыр. Жарты құрма болса да садақа беріп, өзіңді тозағынан қорға дейді. Қараңыздар. Өздеріңді қорғаңдар дейді. Иттақу деп көп жерде айтады да. Иттақун нара. Өздеріңді қорғаңдар. Жарты құрма болса садақа беріп дейді. Қараңыздар. Жарты құрма болса берсеңіздер, енді ақиретте сол тозағынан қорған болады екен бізге. Алла тағала сақтайды екен. Мына сөзіміз садақа дегенде біз мына түсінеміз ғой. Біз бір ақша беру, мал беру деп түсінеміз ғой. Ондай емес. Садақа ол әрбір жақсы амал садақа. Пайғамбарымыз айтады: "Күллу ма'руфин садақатун" дейді. Әрбір жақсы амал, жақсы іс садақа дейді. Ол мысалы бір мұсылман жүзіне күлімсіреп қалса садақа. бір адам қуантсаңыз, ол да садақа. Жолда келе жатып бір тас тиген жатыр, алып тастасаңыз, Аллахтан разы болсаңыз, ол да садақа. Ойлар қысқасы әрбір жақсы садақа деп жатыр ғой. Біз жаңа садақаның кең несін тар түсінеміз да ол. Ол тар емес садақаның несі. Өте кең. Пайғамбарымыз айтып отыр, әрбір жақсы амал, жақсы садақа деп жатыр. Сол үшін жаңағы жақсы амал істеуге тырысуымыз керек ғой. Сосын мына айтады, мынау Жалалуддин Руми деген әулие кісі болған. Сол кісі айтады, бір кісіні қуанту дейді, бір кісіні қуанту. 1000 рет Кағбаны салған дейді. Кағбаны білеміз бәріміз, біз қабыламыз, намаз соқыр болғанбыз. Сол бір адамды қуантатын болсаңыз, 1000 рет Кағбаны салғанда сауап болады екенсіз. Ал енді бір кісіні қатты көңілін қалдырып ренжітетін болса, керісінше 1000 рет Кағбаны бұзған екенсіз. Сол үшін ләжі барса, ешкім көңіліне тимеу керек екен. Ләжі болса пайдамыз тию керек, пайдамыз тимесе, зиянымыз тимеу керек екен. Пайғамбарымыз айтады: "Әл-муслиму ман салимал муслимуна мин лисаниһи ва ядиһи." Мұсылман адам кім дегенде, мұсылман адам оның тілінен де, қолынан да басқа адамдар, басқа мұсылмандар азап көрмесе, зиян көрмесе, сол адам нағыз мұсылман екен. Мұсылман қандай болу керек? Яғни ешкімге зиян тимеу керек қой. Тисе пайдасы тию керек, тимесе зиян тимеу керек. Ешкімге қолымен де, тілмен де азар бермеу керек. Сол адам нағыз мұсылман болады екен, құрметті жандар. Мына құрметті болсын деген. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Уағыз насихатымызға аман оқуымызды баршамыз нәсіп етсін. Әмин.